Ешбір инсан анадан жинаятчы болып туылмайды. Оны қоршаған орталық жаман ілетлер жинаятчыға айландырып қояды. Шығарма бас қаһарманы жасөспірім мектеп оқушысы Асрар өзі білмеген халда жинаятчылар топарына қосылып қалады. Бұл топарда классласы Салим де бар еді. Бұл топарды жинаятчы бірнеше бар сотталған Камариддин атлы бала басқаратығын еді. Камариддин жастайынан жетім қалып, анасы оны кішкене уақытында балалар үйіне таслап кетеді. Міне соның ұшында Камариддин өз анасын ешқашан кешіре алмайды. Камариддин өзі қатал болса да, топарындағы балаларға қамқор еді. Әсіресе Асрар менен Салимді өзінің туысқанындай жақсы көретұғын еді. Бір күні Камариддин, Асрар, Салим үшеуі бір адамды ұрып жарақатлап қояды. Һәм оны өлді деп, жинаят өзін жасыру үшін каналға лақтырып жібереді. Енді жинаят жазасы қалмайды дегендей, бұл балалардың қорқынышты күндері басталады. Тық етсе қапыға үңіліп, жүректерін қолдарына ұстап қорқып жасайды. Енді Камариддин бір шешімге келуге тура келеді. Ол Асрарды қасына шақырып алып, сен бұл жинаятта шерік емессің, сен еш нәрсені көрмедің, сен оқып үлкен адам болуың керек деп, оны әкесі айтпаған жақсы сөздерді айтып үйіне қайтарады. Ал Салим болса, сол алған жинаяттың ішінде алған жарасынан қорқып үйіне баруға қорқып, Камариддиннің үйінде жасырынып жата береді. Салимнің жарасы ұлғайып, ауыр ахуалда бұл дүниядан көз жұмады. Ал Асрар болса, көзіне сол өлген адам көріне беріп, қаттыға қорқып жасайды. Һәм өзін сол адамның өліміне себепші болған көтере алмай, ол да өзін каналға таслап өледі. Ал Камариддин болса, бұл жинаятты өз мойнына алып, бұл жинаятқа Салим менен Асрардың ешқандай қатынасы жоқ екенін айтады. Сіздер 3 жасөспірімнің аянышылы ауқалы. Егер бұл балалардың шаңырағында ата-аналары, ұстазлары аз ғана болса да балаларына мехір беріп, ітбар бергенде, бұл балалардың өмірі ватанға садық, елге пайдасы тиетұғын инсанлар болып жетісер еді.